Кеш жарық достар, бүгінгі тақырыбымыз біздің адамның энергетикасы туралы болады. Жалпы не үшін біз миымызбен жұмыс жасап жатырмыз, бірақ бізде әсерлер аз болып жатыр. Осы жөнінде біз бүгін айтатын боламыз. Негізі мидың жұмысы тәннің жұмысымен өте байланысты. Тәннің жұмысымен өте байланысты. Не себепті дейтін болсаңыздар, себебі ми дұрыс жұмыс жасау үшін тән дұрыс жұмыс жасау керек. Ал тән дұрыс жұмыс жасау үшін не істеуіміз керек? Біз тәнімізді дұрыс басқарып үйренуіміз қажет. Ал тәнді дұрыс басқару ол біздің бойымыздағы энергетикаларымызға байланысты екен. Яғни біздің бойымыздағы энергетикамызды біз қаншалықты басқарамыз, соншалықты біз волны дейді, толқындарда жүреміз да. Негізі адамның төрт толқын жағдайы бар. Альфа, бета, гамма, тета. Альфа деген ол медитация жасаған кезде кіретін толқын деңгейі, альфа волны деп жатады. Келесі тета деген ол ұйықтаған кездегі, сосын бета деген біздің күнделікті өмірдегі жан сақтау күйінде жүреді. Ол көп адам үлгеру керек, нан жасап қалайық. Вот ол жаңағы бета волны. Не үшін мен миды тыныштандырыңыздар, назарды шоғырландырыңыздар, медитация жасаңыздар деп жатырмын. Яғни осындай толқындарға үйрену арқылы сіздер өздеріңіздің тәніңізді дұрыстап басқарып үйренесіздер. Яғни миыңызға тәнді басқару оңай болады. Яғни осындай толқындарға өту арқылы. Енді кейбір адамдардың не үшін осындай тапсырмаларды жасай алмай, не үшін ілесе алмай қалып жататынын мен себебіне бүгін тоқтала кетейін. Не үшін милары қарсыласады, не үшін жасатпайды, оның өзіндік себептері бар. Оның өзіндік себептері қандай дейтін болсаңыздар, ол біздің бойымызда энергетикалық ағындар болады. Осы энергетикалық ағындарға біз жол беріп қоямыз. Яғни бізде энергия жоқ, өзімізбен жұмыс жасауға күш қуат жоқ, өзімізге сенбейміз, өзімізге ешқандай бір мақсат та қоя алмаймыз. Қалау айтып жатырық, әрекет айтып жатырық. Ондайға тіпті бізде бір шектеу, қиналыс сондай көріп тұрамыз. Не себепті? Енді мен сіздерге оның себептерін айтайын. Оның бірнеше себептері бар. Сіздер қазір жазып отырыңыздар, Егер адам әдет болып қалған түрлі мінез кеселдер бар ғой, соны жасай беретін болса, біз сол арқылы энергетикалық тесіктерімізді бітіп шұқып үлкейтіп жатамыз да. Сол себепті сол энергетикалық тесігімізден лақ етіп біздің бойымыздан энергиямыз кетіп жатады. Сондықтан миға бойдан энергия шығып кеткен, мысалы, елестетіңізші, жел шығып қалған бір болады ғой, жел шығып қалған бір, мысалы, суға баратын, бассейнде суға баратын нелер болады ғой, не деуші еді, ұмытып тұрмын. Вот сондай нәрселер жел шығып қалған кезде қалай болады? Сондай сияқты қаламыз біз. Сондықтан бізге миымыз бізді басқару қиын. Енді біріншісі өпкелеу. Егер сіз біреуге ренжіп, біреуге өпкелеп жүрсеңіз, ол сіздің энергияңызды сорып алады. Яғни ол сіздің энергияңызды шығаратын тесіктің бірі деп ойлаңыз, өпкелеу. Жазып аламыз, Келесі, біреуді кінәлау. Яғни кінәлауды қалай? Ол өзіңді немесе баллончик, өзіңізді және өзгені кінәлаумен жүретін адамдар, оларды энергиясын сол жаққа кетіріп жатыр да. Яғни энергиясының бәрі сол кінәлау, өткенді кінәлау, өзін кінәлау, өзі бір күнә жасап қойдым, кеше бір істеп қойдым, соны кінәлап жүреді. Болмаса өзін біреу ауыр сөз айтты, бітті, соны кінәлап жүреді, содан кек алуды ойлап жүреді. Яғни уақытының көбісі кінәлаумен өтетін адамдар да энергиясы, яғни тесіктері көбейіп жатыр. Келесі ең маңызды нәрсе, ол
өзіңді құрбан сезіну. Міне, осы нәрсені қатты еске сақтап алыңыздар. Өзіңді құрбан сезіну жағдайы жертва, яғни көп адамда, үлкейген адамдарда, тіпті 50, 60, 70 жасқа кеп қалған адамдарда да бұл мінез кеселі бар. Өзін құрбан сезініп жүреді. Яғни өзін бір бақытсыз сезініп жүреді, өзін бір бишара сезініп жүреді, өзін бір олай сезінбесе де бір өзін аяуға дайын тұрады, өзін бір өзін аяп, өзіне бір мүсіркеу сөз айтып, өзіне өзі біреуден күтпесе де өзіне айтқанды жақсы көріп тұрады. Бұл өзін құрбан сезіну сезімі негізі естеріңізде болсын. Оны айтамын, қалай энергияны көбейтетінді айтамын. Бірінші энергиямыздың қалай кетіп сыртқа ағып кететін, қандай жолдармен, осыны еске сақтап тыңдап отырыңыздар, жазып. Өзін құрбан сезіну 9 жасқа дейін болады негізі балада. Себебі 9 жасқа дейін бала әлсіз, ол үлкендерге күші келмейді, сондықтан ол өзін әлсіз сезінеді. Жаңағы үлкендер өзіне ұрысқан кезде жылайды, көңіл қалады, сондай бір түрлі эмоцияларда қалады. Өзін біреуден көмек сұрайды, сондай. Ал егер 9 жастан асқан бала, 30, 40, 20-ға жеткен, тіпті 15 жасқа келген бала, егер сондай күйде жүретін болса, бұл уже мәселе деген сөз. Бұл уже мәселе деген сөз. Сондықтан еске сақтап алыңыздар, өзіңді құрбан сезінуге болмайды. Өзіңді ешқандай сәтте жертва санамаңыздар. Егер сондай ойларыңыз болса, анықтаймыз оны. Келесі өкіну сезімі. Көбіне уақытының көбін өкінумен өткізетін адамдар өте көп. Яғни өкініп жүреді. Бір нәрсені жасап алады да, мен осыны бекер жасадым, осыны өткен өмірінде жасаған өкініштері, осыны бекер жасадым, осы күйеуге бекер шықтым деп жүретін адамдар бар. Осы бір жаққа бекер бардым, қонаққа барбаса бекер барыптым. Өкіну сезімі де энергияны тікелей құртатын сезімдердің бірі. Жазып отырсыздар ма? Жазып отырыңыздар, ұмытып қаласыздар. Енді келесі сезім ол тек қана өзімдікі дұрыс деп ойлау. Бұл эго, яғни эгоның әрекеті тек қана менсу сезінім ғой. Тек қана менікі дұрыс, менің айтқанымен болу керек, менің айтқанымды ел тыңдау керек. Яғни билік, құмарлық, сондай сезім бұл. Бұндай кезде не істейміз? Бұндай кезде өзіңізді жол беріп үйренеміз. Біреулерге жол беріп үйрену, сіздікі дұрыс деп айтып үйрену. Сонымен сезімдерді айттық. Осы сезімдер біздің энергиямызды тағы бір қалып кетіпті. Өсектеу, біреуді әңгіме ету. Естеріңізде болсын. Бұл да біздің энергиялық тесігімізді үлкейтіп жүретін, энергиямызды тікелей түрде ағызып жүретін мінездердің бірі. Егер сіз қазір біреуді өсептеп әңгімелеп отырсаңыз, бітті. Онда энергияңыз кетіп жатыр деген сөз. Ол кезде байқамайсыз, өсектеген сізге жақсы ғой, біреуді айтқан жақсы, эгоға жақсы ол. Бірақ артынан сіз лимон болады ғой, кәдімгі соғып шықпаған, сондай сияқты болып қаласыз. Өздеріңіз байқап көріңіздерші, біреуді әңгімелегеннен кейін ертесіне қандай күйде тұрасыздар. Сонымен осы сезімдер, менің қазір есімде қалып тұрғаны осы 6-7 сезім негізі өте көп. Негізі басты осы сезімдерді жаттап алыңыздар. Қалғандары ол қосымша сезімдер. Оны уақыт өте келе өздеріңізде анықтауға болады. Сонымен өсектеп қойсақ не істейміз? Өсектеп қойсаңыз, мен не айттым, осы уақытқа дейін өзіңізді қабылдайсыз, кешіресіз, жібересіз. Ой, мен өсектеп қойдым деп өзіңді кінәлап, депрессияға түсіп, күйзеліске түсіп, сол адамға барып кешірім сұраудың қажеті жоқ. Адамбыз ғой, біз өсектейміз, біз ілесіп кетеміз, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Өсектеп қойдыңыз ба? Бітті. Мойындаңыз.
Қазір мен бұған тоқталам. Яғни бұл мінездер сіздерде болып жатқан кезде, яғни өпкелеу, біреуді кінәлау, өзіңізді кінәлау, өзіңізді құрбан сезініп отыру, біреуден аяушылық күтіп отыру, яғни жаңағы менікі дұрыс деп ойлап отырған кезде, эгоңыз жібермей өкініп отырған кезде, біреуді өсектеп отырған кезде, бірақ нәрсе сіздерге көмектеседі. Яғни өздеріңізді бақылау. Мен осы уақытқа дейін назарды шоғырландыру жаттығуын тегін беріп жатқан жоқпын. Яғни сіздер осы жаттығу арқылы өздеріңізді бақылап үйренесіздер. Өзін бақылаған адам осы әрекеттерін жасап отқан кезде ол автоматты түрде мен мынаны жасап отырмын деген ой келетін болады. Өздеріңізді бақылайсыздар жаймен. Сол кезде осындай ой келген кезде сіздер не істейсіздер? Мойындайсыздар. Мен мынаны істеп отырмын қазір. Мен мойындау, яғни мойындау. Қандай жағдай болса да өзіңіздің бойыңыздағы осы мінез кеселдерін мойындайсыздар. Сол кезде ғана сіздерде өзгеріс болады. Мойындайсыздар да келесі жолы оны жасамауға тырысамыз. Осымен бүгінгі айтатын сабағым негізгі түйіндерін айттым. Сабақты ұзақ созбаймын, себебі көп адамның миы ұзаққа шыдамайды. Негізгілерді айттым. Осыны жасап өздеріңізде, қазір мен сіздерге тапсырма берем, осы сезімдер сіздердің бойларыңызда қанша пайыз бар, кәдімгі пайыздық түрде көрсетіп шықсаңыздар. Мен мынандай өзім кезінде мынандай параққа жазғам. Мен де осындай семинардан өттім ғой. Сол кезде кәдімгі параққа жазып пайыз түрінде көрсеткем. Менде өпкелеу сезімі кезінде 90% болған екен. Біреуді кінәлау, сынау ол 95% болыпты. Өзімді құрбан сезіну 70% болған екен. Жаңағы кінәлау, ешкімдікі сенікі дұрыс дей салу деген, енді ол сенікі дұрыс дей салу мен үшін өте қиын болған екен. Өзімдікі ғана дұрыс деп ойлайды екен да. Өкіну деген 80%. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бәрі уақыт өте келе жөнделеді. Бұлар енді қазір менде пайызға көп, пайызға азайды, 50%-ға дейін азайды деген ойдамын. Сіздерге де осымен жұмыс жасау керек. Өздеріңіздің энергетикалық осындай тесіктеріңізді үлкейте бермей, керісінше бітеуге тырысыңыздар. Керісінше өздеріңіздің энергетикалық тесіктеріңізді бітеген кезде оның орнына жаңа нейрондар қалыптастыру, жаңа іс-әрекеттер жасауға тырысу. Менде қорқыныш көп, өзімді кінәлау дейді. Дұрыс қой, енді өзіңізді кінәлай берсеңіз, әрине қорқыныш көп болады. Өзіңізді кінәламауды үйренесіз. Как будто олардікі дұрыс сияқты көрінеді. Ол неден? Ол сіздің бала кезде қалыптасып қалған шаблон. Ата-анаңыздікі дұрыс, ата-анаңыз сізге дұрыс, үлкендердікі дұрыс, үлкендер тыңдау керек деп бала кезден солай үйретті. Сондықтан сізге солай болып көрініп тұрады, яғни біреудікі дұрыс болып. Бұны да ауыстыруға болады. Мен өзіңіздің қалайтын ісіңізді, қалайтын әрекетті түсінген кезде, сіз өзіңіздің нені дұрыс, нені бұрыс екенін түсіне бастайсыздар. Жүрегін тыңдаған кезде, өзіңіздің ішкі қалауыңызды. Түсінікті ғой, сұрақ бар ма? Сұрақ болса қоямыз. Сабақ бүгін аяқ астынан болып кетті, айтпеңіздер, негізі 10-да деп отырған, бірақ қазір қонақтар келетін болып сіздерге шұғыл түрде шығуға тура келді. Ең маңызды нәрселерді айттым. Бұл адамның энергетикасы туралы әлі мен айтатын болам. Келесі сабақтарда маңызды тағы да ақпараттар болады. Энергетиканы қалай өзіңізбен жұмыс жасау, практикалық тағы керемет тәжірибе сабақтар болады. Сонымен сабақты аяқтаймын, бірақ адам қарап отыр. Қалғандарды қарайды деген үміттемін. Аудио түрінде WhatsApp-қа жіберемін. Тәжірибені қазірден бастап жасай беріңіздер. Сабақ ұнаса плюс қоя кетеміз. Бүгінгі сабақ адамның энергетикалық көздері туралы болды. Армандарды қалаймын деп жазамыз ба?
Арман дейді. Армандарды әрине қалаймын деп жазасыз. Ұзақ мерзімдегі мақсаттар, армандар. Негізі оны соңғы сабақта айтамын деп едім. Мен шет жағасын айта кетейін. Қалаймын деп жазылады әрине. Бірақ ол мынандай бір, қалай айтсам болады, бір шаблондарға ілеспеген арман мақсат болу керек. Ол материалды дүниеден құралған арман мақсат емес. Үй алу, көлік алу деген оны онсыз да аласыздар. Онсыз да, егер шынымен сол керек болса, сіздерге онсыз да аласыздар. Арман мақсат деген ол, мен тағы да айтам, сіздің бойыңыздағы потенциалды, сіздің бойыңыздағы ерекшелікті, сіздің бойыңыздағы қабілетті ашатын мақсаттар болу маңызды менің ұғымымда. Ал басқа бай бол, басқа не бол деген нәрселер, ол енді әр коучтың, әр тренердің өзінің айтатыны бар ғой. Менің айтатыным солай. Өз бойыңыздағы потенциалды ашуға байланысты қою керек арман мақсатты. Так, сұрақтарға жауап бере кетейін. Сөзге келіп қалған кезде стрессті, адреналинді басқара алмай кетсемін, басқа уже бар деп жаз дейді. Басқа психологтар уже бар деп жаз дейді. Дәл қазіргі сәтте жазса болады дейді. Негізі мен де жазам ондайды, дәл қазіргі сәтте бар жаз деп. Бірақ білмеймін, көлік алу, үй алу, тағы немене көшіп кету деген нәрсе, ол кванттық әлемде өзінің несімен болатын жағдай, өзінің ретімен болатын жағдай. Егер сіз осы үйіңізді қатты жақсы көретін болсаңыз, тұрып атқан үйіңізді, мейлі сіз жалға тұрып атсыз, мейлі сіз туысыңыздың үйінде тұрып атсыз, мейлі сіз, егер сіз үйіңізді қатты жақсы көріп, алғысты қатты айтатын болсаңыз, тұрған қалаңызды қатты жақсы көретін болсаңыз, сол қалаға еңбегіңіз қатты сіңетін болса, сіз автоматты түрде уже басқа қалаға өзі тартыласыздар, яғни тартып алады сізді, тартылыс заңы бойынша. Сондықтан, егер мына жерге риза болмай, мына өмірге риза болмай, қазіргі сәтте алғыстарыңыз болмай, басқа жақта арман мақсат, қиял, иллюзия дейді ғой, иллюзиядан арылыңыздар. Не үшін айтам, сөйтіп жүретін болсаңыздар, онда ол өмір орындалмайды да. Вот фишка в том, яғни сіздердің қазіргі сәттегі жағдайыңыз болашақты тартады. Қазіргі сәтте көңілсіз сондай болсаңыз, ол болашақ өмір орындалмайды. Сөзге келіп қалған кезде стрессті, адреналинді басқара алмай кетсем, ол неден? Мен бұл туралы негізі айтып өттім. Адреналинді, стрессті негізі біз ол қалыпты жағдай ғой, ол біздің жан сақтау күйіміз. Оны ешкім басқарамайды. Оны басқару үшін өзімізді бақылауды үйренуіміз керек. Мен айттым ғой, яғни біріншісі ол жаңа ойша, ешнәрсе айтпайсыз, ойша өзіңіздің сезімді білдіресіз. Екіншісі, негізі біріншісі эмоцияңыз шығарасыз, егер сізге ол тиімді болатын болса. Екіншісі ол ойша жаңағы айту. Үшіншісі ол тыныстау, яғни өзіңізді секундтармен бақылау. Ашуыңыз келген кезде өзіңізге сұрақ қою, Вот басқарып үйрену керек. Егер басқарып үйренбеген болсаңыз, онда сіздер назарыңыз дамымаған, назарды шоғырландыру жаттығуы және медитация жасай беріңіздер, басқарып үйренесіздер. Ол бір немес қой, компьютер жасап шық деп атқан жоқ қой сізге біреу, бір машина жасап құрастыр деп. Миыңызды жай ғана басқарып үйрену, ол сіздің қолыңызда. Әрине, армандар орындалу үшін энергияны көбейту, армандар орындалу үшін қазіргі сәтте, мен не үшін сіздерге қазіргі сәтте өмір сүр, иллюзияны ойлама, алғысты жаз, қазіргі сәтте қалауыңды біл деп айтып жатырмын. Сіздер көп адамдар былайда жалпы шаблонмен қалыптасқан қалауды біледі. Бәрі коттедж алғысы келеді, бәрі үй алғысы келеді, бәрі машина алғысы келеді, бәрі бөтен қалаға көшіп кеткісі келеді, бәрі әйтеуір бәрінде бір сондай шаблон, арманға қалаулар бар. Бірақ сіздерде күнделікті өмірде
қалау жоқ та. Күнделікті өмірдің сіздің ит жырын, талас, тартыс, ұрыс керіспен, жан сақтау күйімен сондай өтіп жатқан кезде ондай нәрсе қалай орындалады? Орындалмайды. Сіз күнделікті өмірде, жасампаз күйде, бақытты күйде, бақытты деп айтпаймын, өзіңізді миды тыныштандырып үйрену арқылы өмір сүретін болсаңыз, сізге онсыз да идея келеді, сізге энергия келеді. Сізге энергия келгеннен кейін сізге уже жол ашыла бастайды да, уже бизнесті жасай бастайсыз. Бизнес жасаған адамда ақша болады, одан кейін тірлік болады, одан кейін бәрі келеді өздігінен негізі. Қазіргі сәтке байланысты. Мен өзіммен сөйлесем, өзімді түсініп жүрмін, неге олай болып тұрсың деп назарымды басқа жаққа ауыстырам, дұрыс па? Дұрыс, егер жаңағыдай эмоциялар басқаруда, эмоциялар басқаруда солай еткен өте дұрыс, әрине. Керемет. Нұрлыбек, сіз менің бірінші курсыма қатысқансыз ғой, значит, 25 реттен. Керемет сезіне бастадыңыз ба? Керемет, осы 25 алғыс жазуды мен ойдан аласаған жоқ. Мен де өттім ғой бір семинарлардан. Маған да берді, мен жасадым, өзімнен көрдім, кереметін сезіндім. Және сіздер де сол кереметті сезінсе деймін. 25 алғыс жазған кезде адам өзінің күнделікті байқамайтын істеріне алғыс жаза бастайды. Тіпті, мысалы, сіз бүгін ата-енеме алғыс десеңіз, келесі жолы бір болмайтын көшедегі адамдарға да алғыс айтып кетесіз да, и прям өзіңізде дофамин көбейеді ғой. 25 алғысты жазып жүріңіздер. Сәл ашулансам жазып өртеймін. Достар, енді мен білмеймін, осы жазып өртеймін деген техниканы онша түсіне бермеймін. Мен айтайыншы сіздерге, жазып өртеу емес. Мен ашуланып тұрмын. Терең тыныстап, маған келді осы ашу. Мен осы ашуымды қалай басқарамын, жіберемін, мойындаймын, жіберемін. Просто жазып өртемей-ақ қойыңыз. Просто өзіңіздің ашуыңызды жақсы көріңіз. Менде осындай ашу бар. Мен осы ашуыммен өзімді қабылдаймын. Өзімді кінәлі сезінбеймін. Сөйтіп, жіберу. Балам, жаға қой, балам. Балам ойнап отқан. Өртеуге болмайды дейді. Түсінікті деп ойлаймын, достар. Эфирді аяқтаймын. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp чатқа жазыңыздар. Жазып жатқан 25 алғыс болсын, қандай нәрселеріңіз болсын, кері байланыс беріп отырыңыздар. WhatsApp чатта мен көріп, қуанып қалайын. Сау болыңыздар.